Сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өтетін сабағымыз жіктік жалғау. Жіктік жалғау дегеніміз не? Жіктік жалғау бұл етістіктерге немесе есім сөздерге жалғанып, сөйлемдегі бастауыштың, яғни кімнің ненің, кім екен және жақ пен санды көпше немесе жекеше білдіретін ерекше жалғау. Басқаша айтқанда, жіктік жалғау сөзді жаққа, яғни бірінші, екінші, үшінші және санға байланыстырып тұрады. Жіктік жалғаудың негізгі түрлері. Негізінде бізде үш жақ бар. Бірінші жақ, екінші жақ және үшінші жақ. Бірінші жақ мен жекеше түрінде, біз көпше түрінде. Мысалы, етістікпен алатын болсақ, мен барамын, біз барамыз. Екінші жақ жекеше түрі сен, көпше түрі сендер. Алдыңғы сабақта біз сіздермен өткен тәуелдік жалғауда екінші жақта мен сіздерге айтып кеткенмін, сыпайы түрі бар. Бұл жерде де сыпайы түрі бар. Екінші жақ жекеше түрі сіз, көпше түрі сіздер. Сен барасың, сендер барасыңдар. Сіз барасыз, сіздер барасыздар. Үшінші жақ ол жекеше түрі, олар көпше түрі. Ол барады, олар барады. Бұл жерде жалғау жоқ. Жіктік жалғау етістікке жалғанғанда. Бірінші жақ мын, мін, бон, бін, пон, пін. Бұның бәрі жекеше түрде. Және көпше түрде мыз, міз, біз, біз, пыз, піз болып келеді. Екінші жақ сың, сің, жекеше түрінде, көпше түрінде сыңдар, сіңдер. Бұл жерде ұмытпаңыздар, сыпайы түрі бар, сіз, сіз, сіздер, сыздар. Үшінші жақта жалғау болмайды. Жекеше түрінде де, көпше түрінде. Етістік ретінде мысалдарды алсақ, мен барамын, сен келесің, ол барады, біз жазамыз, сендер жаттайсыздар. Жіктік жалғау есім сөздерге жалғанғанда. Мысалын алайық, мен мұғаліммін. Мін бұл жерде бірінші жақты көрсетеді, бірінші жақ жекеше түрі. Мен өзімді мұғалім деп сипаттап тұрмын. Екінші жақта сен оқушысың. Яғни сың екінші жақтың жекеше түрінің жалғауы, сенің оқушы екенің сипаттап тұр. Ол дәрігер. Үшінші жақ жалғау болмайды. Бірақ бұл жерде ол дәрігер екенін біз көрсетеміз. Біз студентпіз. Біз бірінші жақ көпше түрінде. Біз өзімізді студент деп сипаттап тұрмыз бұл жерде. Сендер жұмысшысыңдар. Сыңдар екінші жақтың көпше түрін көрсетеді. Сендерді жұмысшы деп сипаттап тұрғанымызды белгілейді. Сонымен қорытындылайтын болсақ, жіктік жалғаудың үш жағы бар. Бірінші жақ мен, біз, екінші жақ сен, сендер, екінші жақтың сыпайы түрі сіз, сіздер және үшінші жақ ол, олар. Ең бастысы жіктік жалғау сөзге жалғанып, сөйлеушіні бірінші жақта, тыңдаушыны екінші жақта және бөгде адамды үшінші жақта белгілейді. Осымен бүгінгі сабағымызда аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Қош сау болыңыздар.